жақсымын немесе каникул жақсы ма екенін білеміз, достар. Іңкәрім, сен қалай ойлайсың? Каникул жақсы ма? Іңкәрім, оқу жақсы ма? Оқу жақсы. А сен қалай ойлайсың? Каникул жақсы ма? Оқу жақсы ма? Каникул. Іңкәрім, сен неліктен ойлайсың оқу жақсы деп? Өйткені оқу міндетті. Өйткені оқу деген егер оқысаң, бәрін түсініп, не істейсің да, сосын барып жазасың да, сосын барып мұғаліміне бересің да, сосын барып 5 қояды. Сол үшін мен оқуды таңдаймын. Жақсы оқуды үйренеміз, сосын барып оқуды біз үйренеміз, сосын барып егер апай оқы десе, егер бізге есеп шығар десе, біз соны шығарамыз да, бірден апайымызға береміз да, мұғалімімізге. Сосын болды, сосын барып апай неліктен каникул жаман? Каникул өйткені жаман, өйткені демаласың, демалуға болмайды. Үйді жинап, тыныш отырып, мультик көріп отыру керек. Сен ойлайсың, неліктен каникул жақсы? Каникулды демаласың, әр жаққа барасың. Жақтан ұйықтайсың, үйді жинамайсың. Бүгін біз Жансерік Бейжиевпен кездесуімізді не туралы болғанын сұраймыз. Іңкәрім, Жансерік Бейжиев бізге не үйретті, не айтты, біз оған не істедік? Біз оған сұрақ қойдық, сосын ол бізге жауап берді. Сосын барып, ол өзінің қатты көретін, ол өзінің жақсы адамдарын айтты. Сосын барып ол айтты, мен оған сұрақ қойдым. Ағай, сіз кімді қатты жақсы көресіз? Ол ағай айтты, мен өз отбасыларымды жақсы көрем, өзімнің келіншегімді, бала-шағаларымды жақсы көрем деді. Сен қалай кездесу саған ұнады ма? Кездесу жалпы қалай өтті? Жақсы, ұнады, сұрақтар ұнады. Сен қандай сұрақ қойдың? Мен сіз өзіңізге күтім жасайсыз ба деген. Ол шашыма күтім жасайын деді. Күтім жасамасам, адамды жиіркеніп кет қалады деді. Келесі кездескенше, достар.